Сәлем көрермендер. Бүгін сіздермен терезе жуатын роботты таныстыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай кішкентай ғана коробкада тұрады. Өте ыңғайлы, өте жеңіл, өте керемет робот терезе жуатын. Өзіме қатты ұнады. Сіздерге де осындай робот терезе жуатын алуға кеңес беремін. Егерде сіз домда тұратын болсаңыз, таптырмайтын құрал болып есептеледі. Ішіндегі барлық құрал жабдықтарды қазір бейнеде көретін боласыздар. Осындай кітапшасы болады ішінде. Мен бұл робот терезе жуатынды Қытайдан алдыртқасын, барлығы Қытай тілінде, бірақ барлығы түсінікті. Осындай трәпкілері жүреді қасында. 6 трәпкісі бар. Біреуі өзінде келіп тұрады резинкісімен. Осындай өте жақсы тазалайды. Ыңғайлы кигізуге де. Осындай ішінде тағы да бокс болады. Бұл жерде қазір барлығын көресіздер. Тоқтары, пульті, батарейкасы барлығы болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, осындай бокстың ішінде осындай құралдары бар. Барлығы бейнеде түсінікті. Трәпкісі бар, пульті бар, арнайы сұйықтық құятын ыдысы бар, тоқтары бар және де жібі бар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, бұл жіпті біз терезе жуатын роботқа міндетті түрде іліп қойыңыздар. Себебі тоқ сөніп қалған жағдайда робот тоқтап қалса, ол құлап кету қаупі бар. Сол үшін ол қорғаныш қызметін атқарады. Бұл жіпті іліп міндетті түрде решеткіге немесе арнайы ұстап тұратын затқа іліп қойыңыздар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осылай құрастырып аласыздар. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, осындай тереземіз ластанып кеткен. Қазір осыны жуып тазалайтын боламыз осы роботпен, терезе жуатынмен. Өте керемет, ыңғайлы зат. Себебі биік домдарда тұратындарға таптырмас құрал болып есептеледі. Осындай насадкасын, трәпкісін сулап қазір кигізіп алатын боламыз. Осы терезе жуатынға сосын бірінші ішкі бетінен жуып бастадым. Сосын барып сыртқы бетіне жабыстыратын боламыз. Қалай жабыстырамыз терезеге барлығын бейнеде көрсетіліп тұр. Осылайша қатты ұстап тұрамыз. Сосын барып кнопкасын басып қалған кезде өзі осылай жабысып қалады терезеге. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, осындай решеткіге міндетті түрде жібін іліп қойыңыздар. Тоқ сөніп қалған жағдайда қорғаныш қызметін атқарады. Және де көріп тұрғандарыңыздай, қазір пультпен де қолданатын боламыз. Осылай пульті өте ыңғайлы. Кез келген уақытта тоқтатып, пауза басып, өзіміздің жұмысымызды аяқтап, немесе кез келген бағытқа қарай өзінің бағытын бағдарлауға болады. Өте ыңғайлы.
Қазір бейнеде көресіздер, мен ішкі бетін жудым, енді қазір сыртқы бетін жуатын боламыз. Мен бұл терезені 2 рет жудым. Біріншісі өте ластанып кеткен, кәдімгідей енді топырақ, балшық болды. Соны 1 рет бір тряпкамен тазалап алдым. Ал екіншісінде таза тряпкамен насадканы ауыстырып, таза тряпкамен тағы да бір жуып алдым. Содан кейін ғана өте жақсы нәтиже болады. Және де мен бірінші тряпканы жай сумен ғана сүртіп шықтым. Екінші жуатынында арнайы терезе жуатын сұйықтық шашып алдым. Сіздерде солай жасасаңыздар болады. Қазір сіздер көретін боласыздар, қандай нәтиже болатынын барлығын бейнеде қалдыратын боламын. Бұдан бөлек терезе жуатын роботпен тек қана терезе жумаймыз. Бұдан бөлек кафельді жуып алуға болады. Мен қазір бейненің соңында қалдырамын. Мен туалеттегі кафельдерді жуып алдым осы терезе жуатын роботпен. Қол жетпейтін жерлерге көп күш салмайсыздар. Тек тоққа қосып, бір пульттің көмегімен ғана жұмыс жасай бересіздер. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осындай өте керемет нәтиже болады. Бір терезенің өзінде осындай, екіншісін осылайша жуып жатыр. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін.